Біраз дүниені біліп жатқан жайымыз бар. Көп сұраққа жауап та берді. Көп тақырыптың нүктесін де қойдыңыздар. Сондықтан осы жерде вальс та биленді. Барлығы түсінікті болған сияқты менің ойымша. Ары қарай барлығы ұзағынан болсын, жақсысынан болсын дегім келеді. Жаңа тосын деп айтып қалдым ғой сіздерге, иә? Әрине ол сіздердің қолдаушыларыңыздан. Жандос. Үлкен рахмет Жандос сізге. Сіздердің келгендеріңізді эфирден көрген бойда сіздерге жолдапты. Гүл шоқтары және де хаты бар ма екен? Тәттілер менің ойымша, иә? Айсұлтан Мөлдір, Аллахы махаббаттарыңыздың Бақара сүресінде ұзақ, Фатиха сүресінде хайырлы, Ықлас сүресінде берекелі етсін, бақытты болыңыздар деп фан аккаунттарды жазып қойыпты. Рахмет көп. Біздің алтын қыз Мөлдір, біз сені әрдайым қолдаймыз, қорғаймыз, жақсы көреміз дейді. Рахмет көп. Шынымен де көбісі айтады ғой, осы эфирде отырған кезде қолдаушылар жоқ болып кетеді деген сияқты. Біз эфирде уже болмағанымызға 1 жыл болып қалса да, ешқашанда бізді жаңағыдай жамандыққа қиып, бізді жамандап, ондай қолдауларын тоқтатып, олай жасамаған. Әрқашанда қолдап жүреді, қорғап жүреді. Біз туралы бірдеңе айтып жатса, ұрысып, кәдімгідей заттарын барлығын қойып, тірліктерін барлығын қойып ұрысып жатады. Көп рахмет, сіздерді сыйлаймыз, жақсы көреміз. Бізге тілегендеріңіз өздеріңізге 2 есе болып қайтсын. Аллах разы болсын. Айтқандарыңыз келсін. Тағы да бар ма оқитыныңыз? Иә, көп рахмет баршасына өстіп қолдап жатқандарыңызға. Сіздердің арқаларыңыз біздің өстіп бір төбе болып өстіп біз бәрін. Енді жақсы сөздер жазасыздар, соның бәрін көріп елеп жүрміз негізі. Иә, сосын мына жерде бір сертификат беріп жүріпті. Мен түсінгенім бойынша. Иә, жалпы бір Алматыдағы керемет қонақ үйлердің біріндегі ресторанға сіздерге жолдама берген екен кешкі асқа. Енді, шынымен де үлкен алғыс білдіреміз қолдаушылар. Сенімді, адал қолдаушылар сіздерді қайда болсаңыздар да қуантып жатыр. Келген бойда жолдап үлгеріпті. Сіздерде қолдап жүрген аналарыңызға мен беріп жібергім келіп тұр. Чемпион Кения Сансет шайы, үйлеріңізге алып барыңыздар. Бұл енді бұйыртса тәтті шайға бір ырым болсын дегіміз келеді, иә? Осы бір керемет, ешқандай да боямасы жоқ, қоспасы жоқ, мінсіз сапа белгісіне болған шайды өздеріңізге, аналарыңызға алып барсаңыздар. Айсұлтан, мынау сізге? Рахмет көп. Сіздерге де еліп ескеріп, осылай қуаныштарымен бөлісіп кетіңдер деп шақырып жатқандарыңызға көп рахмет. Қатысушыларды көргеніме де қуаныштымын. Барлықтарыңыз өздеріңіздің бақыттарыңызды тауып кетіңіздер. Осы жерде бір қыздар бір жігіттің мисі болып, бір жігіттер қыздарының ханзадасы болып, осы жерде үйленіп, бір бастарыңыз еке болып шыға берсін. Айтқаныңыз келсін, әумин Айсұлтан. Иә, шақырғандарыңызға рахмет, көп. Баршаңызға қатысушылар бақытты болыңыздар, теңдеріңізді табыңыздар. Ұмытпаңыздар, қандай жек көріп, көріспей кетсеңіздер де уақыт емші, уақыт өзі емде болады. Бәрі түбір. Егер үшін жақсы өрсеңіздер, қосасыздар. Жақсы. Ал шығарып салайық. Үлкен рахмет уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Сау болыңыздар. Ой, көріп, көзіміз қуанып қалып жатыр, құрметті көрермен. Енді осындай жұптарымыз көп болсын, жақсы жаңалықтарымыз көп болсын дегіміз келеді. Және де, құрметті көрермен, бүгін бізде жаңа қатысушы. Ұл ма, қыз ба, кім болды екен деген сұрақты сіздерге қойғым келіп тұр. Қалай ойлайсыздар? Кім келуі мүмкін? Ханым, негізі қыз деп ойлаймын. Өткенде кімнің? Елдардың таныстығы болды осында Аида. Мүмкін сол келіп қалатын шығар деп ойлап тұрмын. Балауса ханым, мен ойлаймын негізі мүлдем бір бұрынғы 1-ші, 2-ші, 3-ші маусымдардағы бір еркек қатысушы сияқты. Шынымен де себебі қыздар бізде и так та көп. Енді негізі жігіт деп неге айтып отырмын? Себебі жігіттердің саны аз. Мен ойымша вообще аз деп ше. Сондықтан енді бір жігіт қатысушы болатын сияқты. Ай, Ақерке, бәрі бірде тиісіп кетесіз, иә? Жақсы. Енді, менде бір сол ескі қатысушылардың арасынан бір қыз баласы деп үлгі тұтып айтатындай ер адамның бетінен алып төске шаба бермейтін бір тәрбиелі қыз келетін шығар деп ойлаймын. Әрқайсысы өзінің бір ренішін қосып қалып жатыр. Иә, Балауса ханым бір феминистка еместеу ма?
Балауса ханым, Иә. енді ұлдар қыз келсін деп жатыр, қыздар ұл келсін деп жатыр ғой. Жалпы негізі мен ойлаймын, бір бойы ұзын, сымбатты, іс-әрекеттері өзіне бір жарасатын, бір айтқан сөзіне тұратын ер азамат келсе екен деп тұрмын, таза қатысушы. Балауса ханым, мен Жақсы, иә. толықтай келсем, ескі қатысушының бірі келеді деп ойлаймын. Мен бір адам, то есть, ладно, айтпай ақ Балауса қояйын. ханым- Жігіт келеді, ескі қатысушы. Иә, Балауса ханым осы жерде бар ғой. бір білетін адамдай сияқты айтты. Жоқ, сол адам келсе екен деген ой бар жай ғана. Кім? Бір ескі қатысушының бірі. Балауса ханым, не Балауса ханым? Айтыңызшы, біліп отырайық енді. Ош. Айтқым келмейді Балауса ханым. Жақсы жарайды. Балауса ханым, енді бана жігіттер айтып отыр ғой енді, беттен алып төске шаппайтын бірдеңе деп енді сондай қыздарды. Енді бізде айта отырайық, бетіне ботекс жасатпаған кәдімгідей шынайы сұлу жігіт, табиғи сұлу жігіт келсе екен дейміз. Балауса ханым, Мәссаған. тағы да бірдеңе Жігітке айтасың. табиғи деп айтатындай заманға жеткен сияқтымыз. Балауса ханым, негізі одан бөлек мен ойлаймын, егер де жаңа бір түр болса, ол мүмкін осы жердегі Гүлнұрдың видео түсіріп жүрген жігіті ма деп ойлаймын бір жағын. Ол тақырыптың әлі беті жабылмаған, құрметті көрермен негізі. Я Балауса ханым мына жерде деген бетімізге тесіп кетіп жатыр ғой. Мына жерде сақал қойса да деген жұртты деген артынан деген сарғақтырып жүр ғой Айгүл да. Хотя бы деген бір қарап қойсайшы енді. Иә, Балауса Жақсы. ханым, мен ешкімге ренішім жоқ. Негізі өзіміздің қыздар сияқты әдемі ақылды қыз келеді деп ойлаймын. Ой, бірінші рет біреу бір-бірлеріңізді мақтадыңыздар-ау. Енді ол жігіт, немесе ол қыз, немесе ол жаңа қатысушы, немесе ол ескі қатысушы. Білмейміз, кім болса да өз бағын, өз бақытын дәл осы жобадан 6 маусымда табады деген ойдамыз. Және де 6 маусымның жаңа қатысушысы. Келіңіз! Қош келдіңіз, Зайбат, қалыңыз қалай? Қош көрдік. Маған бере қойсаңыз болады микрофонды? Иә. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Құрметті көрермен, 6 маусымның жаңа қатысушысы Айбат. Яғни көбіңіз білетінде шығарсыз, ескі қатысушы негізінде. Қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Амансыздар ма? Қазақ елімен амандасып шығайын. Ассалаумағалейкум ардақты қазақ елі. Туған жерім Торғайым, арқалығым, амансыздар ма? Барлықтарыңызға дұғай сәлем. Жалпы осы жерде отқан азаматтарға, азаматшыларға және де ардақты қатысушыларға ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз, Зайбат. Қош көрдік, Енді қош көрдік. көпшілік күтпеген де шығар, бәлкім сағынған да шығар. Енді өзіңіздің жайыңызды айтып отырыңыз. Енді өзім жайымды айта кетейін. Сол әрдайым бойдақпыз. Енді мынау махаббат алаңы болғаннан кейін. Сүрленіп кететін болдым дейсіз ғой. Жоқ, сүрленген түгім жоқ. Әлі формадамын. Иә, әлі формадамын. Сүрленбедіңіз, әлі Иә, бұрынғыдай, жүрек сүрленбедім. жас. Жүрек жас, иә, жасымда әлі 18-дей, бірақ не дегенмен ақыл тоқтатқан ер азаматпыз. Сондықтан да пісіп, нық тұрғаннан кейін аяқта осы жерге міне махаббат алаңына келіп тұрған жайым бар. Кім біледі, Алланың әмірі бір күні бұйрық келіп, осы жерде үйленіп кететін сияқтымын деп. Сондай бір жақсы сезімде келдім негізі. Негізі енді жобадан кеткеннен кейін не болды өміріңізде? Таныстықтар болды ма өзге де сыртта? Қатты бүйтіп айтатындай бір кәдімгідей салмақты бір таныстықтар болған жоқ. Әрине еркек болғаннан кейін, ер азамат болғаннан кейін сөйлесулер болып тұрады, танысулар болып тұрады. Оның барлығы бір кәдімгідей асыра сілтеп айтатын әңгіме емес. Енді қалай айтсам екен, өзгерістер көп. Өзім жұмысымды дамыттым, аяққа нық тұрдым. Міне енді біреудің қызың, біреудің еркесін асыра аламын, қамтамасыз ете аламын деген кезде осы жерге келіп, өзімнің жарымды іздеймін, ағайын. Аяғыма нық тұрдым, нені қалайтынымды білемін дейсіз. Жансая, микрофонды алыңызшы. Жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой. Ескі қатысушы, ер азамат деп нақты айттыңыз, бірақ атын айтпай ақ қояйын дедіңіз. Жоқ, мен нақты кім келетінін білмедім, Балауса ханым. Жай ғана өзім болжамым бойынша бір Келсе екен дедіңіз. келсе екен деген ойым болды тек қана. Бұл Айбат емес қой? Жоқ, Емес, кім? Айбат емес. Басқа жігіт.
Ол Балауса ханым, ол қыз деп қойбай, ол жігіт кім ғой? Анау Абзал деген жігіт болды, сол жігіт айтып отыр ма деп ойлаймын өзім бір жағынан. Потому что Бекзаттың бір интервью алатыны бар еді ғой өзінің блогы, сол жерде Абзал деп айтып қалған болатын негізі. Кімнің оралған қалайсың деген кезде ма, сондай кезде. Жансая, нақты сол азаматты күтіп отырсыз. Солай ма? Без комментариев, Балауса ханым. Мәссаған, тіпті таң қалдырудан шаршамайсыздар енді сіздер. Жақсы, енді Айбат қош келдіңіз дейміз. Талаптарға келейік. Уақыт өзгерді, Айбат өзгерді. Талап та өзгерген шығар қыздарға деген. Талап өзгерді, әрине. Қалай айтсам екен. Бір қатты өзінің кәсібі болмаса да, аяқтан ық тұрған, өзінің бір істейтін кәсібі бар, немесе маманы бар. Қыз болсын, көзі ашық, көкірегі ояу. Білім жағына жақсы қараймын, білімді болса екен деймін. Сол. Және де қалай айтсам екен, үй шаруасына өзім секілді пысық, қатты бір кәсіпкер болу керек деген міндет жоқ. Ауылдың қарапайым қызы болса да пысық болса екен, тазалыққа жақсы болса екен деймін. Және де сол болашақта өзімнің болашақ балаларының жақсы анасы болатындай. Негізі қазақ айтады ғой, тектілік қыздан алынады депші. 70% негізі қыздан келеді. Еркектің тектілігі, қыздың тектілігі, сондықтан да болашақ жарымның енді бір қатты бір қойған бір жаңағы тұрмыста болған, болмаған деп үйтіп жармаймын, үйтіп бөлмеймін. Өйткені қай қыз болсын, қандай не болсын, бақытты болуға лайықты қай қазақтың қызы да. Сондықтан да енді қатты бір қатпаған қағида жоқ Ұлболсын ханым. Ал жасына байланысты? Жасына байланысты шамамен 18-ден 30-ға дейін болады. Сіз өзіңіз нешедесіз? Өзім 33-темін. Құрметті менің жаңағы болашақ үміткерлер келіп жатса, құлақтарыңызға алтын сырға. Менің жасым 33-те. Есімім Айбат. Бұйыртса Алматыда тұрмаймын. Қара шаңыраққа барып тұрамын. Сразу айтып қояйын қыздар. Қара шаңырақ деп елестеткендеріңіз көздеріңізде ол бір қанайып қалған ауыл емес, керегесі жоқ. Кәдімгі Қостанайдың өзінде тұрамын. Қатты кетіп жатса, не болмаса Ақтаудың өзінде тұрам, болмаса Астанада тұрам деген жоспар бар өмірде. Бірақ Алматыда қалмаймын. Енді жаңағы қандай сұрақ болды сізде? Жалпы енді мен жасына байланысты сұрадым сізден. Мен жасым 33-те, ұлым бар қолымда. Ұлым 4-ші сыныпта оқиды. Өзімнің қолымда. Қазір анам әжесінің баласы болып өсіп жатқан жайпы бар. Яғни сізбен қатарлас қыздарды қарамайсыз ба? Өзіммен қатарлас қыздарды жоқ, қарамаймын. Не ғұрлым жас, сол ғұрлым жақсы болады деп ойлаймын. Саған жақсы. Әлішер. Қош келдің Айбат. Енді осы жылы бұйырса өзің тегін тауып, Алла қаласа үйленіп кет. Жалпы енді андай бір сұрақ қой. Мысалы, сен шаштараз жұмыс істейсің, иә? Қыздардың несінде сон. Шаштараз, колористика, шаш бояйым, қиям. В основном қыздарға, иә? Еркектерге де бар. Енді сол ойлаймын да, енді жалпы о жаққа енді неше түрлі қыздар келеді, бір болмады ма, бір таныстық деген сияқты ғой енді бір. Шанс көп қой дегенім ғой. Шанс көп негізі. Негізі мен 2000 осы ең алғаш рет Алматыға келген кезде Ұлболсын ханым, менде сондай бір Балауса ханым, кешірім өтінемін. Балауса ханым ғой есіңіз? Дұрыс айттыңыз. Балауса ханым? Өйткені менде мынандай бір опыт болды, андай опыт дейма бір қалай айтсам екен, бір болмай қалған бір қызбен, болмай қалған емес, бір неприятный бір іс-әрекет жасап қалдым да бір қызбен танысып. Дұрыс подход жасамадым. Сондықтан ана қыз маған бетіме қатты айтып тастағаннан кейін мен қаймығып қалдым ба, не ма, енді алдыма не бір әдемі сымбатты жақсы қыздар келіп жатыр, бірақ ешқайсымен танысып, жүздесіп, көріскен емеспін осы күнге дейін. Жұмыс ретінде қарайсыз? Тек қана жұмыс ретінде қараймын, шын айтайын. Балауса ханым, Айбар қош келдіңіз деп айтқым келеді. Айбат. Қош келдіңіз деп айтқым келеді. Және де сізге қоятын сұрағым, айтып отырсыз 18 жастан 30 жасқа дейін деп. Немесе мысалға қыз ажырасқан, баласы бар болатын болса, әке болып, сондай қызды әйел ретінде қарастыра аласыз ба, немесе жоқ па? Енді бәрі мүмкін ғой. Айтып тұрмын ғой, бұл жерде Алланың бұйрығы біріншіден. Ол баланың кінәсі жоқ. Ол әр бала бақытты болуға, толықты отбасыда өмір сүруге лайықты негізі. Балауса ханым, Айбат, саламатсыз ба, қош келдіңіз. Менің сұрағым мынандай болып тұрды. Енді жаңа талаптарыңызды айта кеттіңіз да, 18 бен 30-ға дейінгі аралықтағы қыз келсе екен депші. Ал мысал үшін 18-ге қыз келеді да, бірақ түрі онша емес болса қабылдайсыз ба? Сырт келбетке негізі жақсы қарайсыз ба, қалай? Сырт келбетке міндетті түрде қараймын. Бірінші сырт келбетке қараймын, одан кейін жүрегіне қараймын, кейін мінезіне қарайсың.
мінезі болмай жатса өзіне жаратып тәрбиелеп аласың болды. Иә, Балауса ханым сұрағым болып тұр. Қош келдіңіз Айбат. Сіз ажырасқам дедіңіз бе? Иә, ажырасқан. Иә, бір балам бар дедіңіз, иә? Иә, Балаңыз өзіңізде да сізде? иә, балам өзімде. Анасы туралы? Анасы туралы мен сізге ақпарат бере алмаймын. Аха, жарайды. Одан бөлек сұрағым болып тұр. Бағана бір осы жерде айта кеттіңіз ғой. Ол сұрақты жарнамадан кейін қойсаңыз, жарнамадан кейін жалғастырамыз.